Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін кешкі асқа өте дәмді әрі тез дайындалатын тағам жасайтын боламыз. Бұны күрішпен де, макаронмен де қосып берсеңіздер болады. Бұны мен өзім тұздық деп атаймын. Бір жерлерде мясо по-тайски деп те атайды. Мясо по-тайскиден бір айырмашылығы, мен үйдегі барлық азық-түліктерді қосып жасадым. Дәмі өте керемет шықты. Ең алдымен етіміз тез пісу үшін етімізді майдалап турап, үстіне соя соусын құйып, араластырып қойып қоямыз. Оған дейін көкөністерімізді ашып турап аламыз. Қалауыңыз бойынша қазанға болмаса табаға, егер табаға жасасаңыз, яғни сковородкаға өте дәмді болып шығады. Кішкене аздаған май құйып, етімізді қуырып аламыз. Ет жақсы пісу үшін қақпағын жауып қойдым. Үстінен пиязды қызарғанша кішкене қуырып аламыз. Барлығын кезекпен кезек 2-3 минуттан салып, қуырып алып отырамыз. Келесі кезекте сәбізді де кішкене жұмсартып алғаннан кейін болгар бұрышы мен қызанақ екеуін турап салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша сарымсақты салсаңыз өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте бұқтырылып пісу үшін томат пастасы мен су екеуін араластырып үстіне құйып, және де көкөністеріміз толықтай суда тұру үшін сумен толтырып осылай құйып шықтым. Құйған суымыз қайнағанға дейін, яғни бұрқ етіп бір қайнағанға дейін қақпағын жауып, одан кейін картоппен орам жапырақтың кішкене бөлігін салып шықтым. Барлығы қосылып бір өте дәмді үйлесімді дәм береді. Енді барлығын жақсылап қозғап араластырып, қалауыңыз бойынша тұз және бұрыш салып, 20-30 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Осы уақытта барлық көкөністеріміз біркелкі пісіп, жұмсақ болып шығады. Мінекей дайын болып шықты. Сол аралықта мен күрішті де қайнатып алдым. Және болмаса макарон, басқа да гарнирді қолдансаңыз болады. Мінекей тез ғана және дәмді болып шығатын кешкі ас дайын болды. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Егер де видеом ұнап жатырса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.